Қарағанды облысында екі жүк көлігі бетпе-бет соқтығысып, екі адам тіл тартпай кетті. Соққының қатты болғаны соншалық мыжылған көлік кабинасынан өлі денелерді алып шығу қиынға соққан. Газон и шахман. Осындай авария болды. Ішінде біргіз жатыр. Екі адам қайтыс болды дейді. Құдай сақтасын. Тізгіндеген қытайлық шахан көлігі жолдың қарсы бағытына шығып кеткен. Салдарынан құм тиеп келе жатқан ГАЗ-53 көлігін бетпе-бет тұрады. Соққының қаттылығынан жүк көлігі ГАЗ-53-ті бұйым құрлы көрмей 10-15 метрге дейін сүйреген. Тиісінше құм тиеген көліктің кабинасы жапырылып қалған. Ішінде 38 жастағы жүргізуші мен оның 21 жастағы жолаушысы тіл тартпай кетті. Орталарында отырған 6 жастағы бала түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Қылмыстық іс қозғалды. Ал полицейлер әсіресе осы жылы Қарағанды облысына жол үйлегенін айтады. Ағымдағы жылдың 7 айында облыс жолдарында 224 жол көлік оқиғасы орын алып, онда 99 адам қаза болып, 258 адам түрлі жарақаттар алды. Оның ішінде 43 жол оқиғасы балалардың қатысуымен болды.